Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар мен ұстаздар. Білге халықаралық ақыл-ой дамыту орталығы республикалық білге жобасы аясында білген ой-сана интеллектуалды курсын жүргізіп келеді. Курс жалпы баланың ақыл-ойын, логикасын және мидың екі жарты шарын дамыту мақсатында мына бағыттар бойынша оқытылады. Өздеріңізге белгілі менталды арифметика, логика және логикалық тапсырмалар. Енді біз алда уақытта курсқа қатысушы әрбір оқушының өзіне деген сенімділігін арттыру, командамен жұмыс істеуге үйрету мақсатында үздіктерді анықтау ниетімен олимпиада ұйымдастырғалы отырмыз. Олимпиаданың ерекшелігі оның командалық түрде өтуінде. 5 оқушыдан кем болмауы керек. Әр команданың өз атауы және капитан командасы болады. Командадағы 5 оқушы 5 бағытта жарысады. Бірінші, арифметикалық амалдарды есеп шотпен есептеу арқылы. Екінші, арифметикалық амалдарды ойша, яғни менталды есептеу арқылы. Үшінші, логикалық тест тапсырмалары. Төртінші, судоку тапсырмалары. Бесінші, екі қолмен синхронды сурет салу. Олимпиаданың қорытындысы команданың ортақ балы бойынша есептеледі. Аудандық іріктеу олимпиадасы наурыз-сәуір айларында өтеді. Аудандық іріктеу олимпиадалары оқушының жас ерекшелігіне және деңгейіне қарай бөлінеді. Аудандық олимпиада жүлдегері облыстық олимпиадаға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Білген ой-сана олимпиадасында кездескенше!